Барлықтарыңызға ассаляму-алейкум достар, сіздермен қазақстандық жаңа арна Делакс. Сіздерге арнап қорқынышты әрі қызықты видео түсірмегенімізге көп болды. Көп күттіргеніміз үшін кешірім сұраймыз. Ендігі бүгінгі видеомызда камераға түсіп қалған қорқынышты құбылыстарды назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларымызды дәл уақытында әрі жібермей көретін боласыздар. Ендеше жалғыз көруге кеңес бермейтін видеолар тізімін бастайық. 2023 жылдың 24 қарашасында мектеп дәлізінде тазалықшы жігіт түнгі ауысымда қалды. Бұл жерде басқа тазалықшылар түнгі уақытта жүруге біршама жүрексінетін. Оқушыларға сабақ біткеннен кейін дереу мектептен кету тапсырылған. Бұл бекерден бекер емес. Мектеп ескі мазардың үстіне тұрғызылған. Оны қабырғада ілініп тұрған суреттерден және де қабырғаға қойылған мазардың сынық бөлшектерінен аңғаруға болады. Тазалықшылар бұл жерде елестер иемденіп алған деп топшылады. I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on the cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Just ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. Ooh! No, I can't. Тазалықшы сыныптан жаймен шығып келе жатырғанда қызыл шар артынан еріп келе жатырды. Бір қорқыныш тудыратыны басқа шарлар өз орнында қалды. Қорыққаннан артқа шегініп бара жатырған сәтте дәліздің арғы бетіндегі әйнектен біреудің 1 секундқа жетпейтін уақытта жүріп өткенін байқасақ болады. No, I can't. Оның аккаунтта бұл видеодан артық видео шықпады. Жұмысшының айтуынша, ол енді жалғыз жұмыс жасауға қорқатын болады. Келесі видеода кішкентай қызды қарауға қалған жігіт камераны қосып қызбен сөйлеседі. What you doing over there? Nice. Жігіт осы видеоны жазуының себебі бұл қыз бастамастан бұрын оғаш оқиғаларды айтқан. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or?
What? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Иә, бұл біршама қорқыныш тудыратын қуыршақ. Қыздың айтуынша тек жасырынбақ ойнаған сәтте қуыршақ өздігінен қозғалып, өзінің бар екенін көрсететін болған. Кішкентай қыз ойнап жүріп, қиялына ерік берген деп шешсе де, жігіт тексеруге бекінді. Жігіт қызбен және қуыршақпен жасырынбақ ойнап жатырған сәтте камераны қосып қойды. Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Әйтеуір жігіт қуыршақтан емес, иттен қорқып кетті. Оған да шүкір. Бұл түні ешқандай оқиға байқалмады. Бірақ қызды ұйықтатып болғаннан кейін мына затты байқады. Like, I noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. Қандай да бір себептермен ит әлгі қуыршаққа тесірейіп қарап ырылдап тұрды. Арада бірнеше сағат өтіп, жігіт қонақ бөлмеден демалып жатырған сәтте бір дауыстар шықты. Жігіт тез есін жиып алып камераны қосты. Yo! Қонақ бөлмедегі қуыршақ дауыстар шығарып жаймен басын көтеріп, жігітпен көз атыспақшы болды. Жігіт қорыққаннан сол бетте қаша жөнелді. Қуыршақ шынымен де тірілген секілді. Сьюзи есімді суретші қыз Англияда елестермен бірге тұратынын айтуда. 1902 жылы тұрғызылған үйдің ішінде бұрынғы үйлерінен қалған көптеген жәдігерлер бар. Бірақ бір түсініксіз болғаны, мына жоғарғы қабаттағы бұрынғы иелер салып қалдырған мына сурет. Оның айтуынша, бұл жер елестің көптеп келетін жеріне айналған. Себебі үйдегі сіңілісі әлде бір Гилберт есімді баламен сөйлесетінін бірнеше рет байқаған. I'm not stupid. I'm very smart. I'm the smartest kid in class. Oh, not really. Do you want this or do I keep it? Okay. I'm tired. I'm hungry. It could get cold. You can't touch cold stuff. But Бір күні Сьюзи мен ағасы қыздан Гилберт туралы сұрады. Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah. What does he say? And they all pray. Сол оқиғадан кейін Сьюзи тез арада архивтерді ақтарып, үйдің алдыңғы иелері туралы ақпараттар жинай бастады. 16 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are 6 people present in the photo. Looking at the English census records, I found that the father would be called John, the mother was called Maud, next to her on the balcony is her daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911. So he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. I just have an overwhelming feeling that Оның бөлмесі күн салынған бөлмеде еді. Бір күні Сьюзи үйде жалғыз қалғанда, жоғарыдағы бөлмелерден дауыстар естіп бастады.
күннің суреті салынған ойын бөлмесінен шыққан дауысқа беттеді. Есікті ашып қараған бетте ешкім байқалмады. Келесі түні тағы да сіңілісі сол ойын бөлмесінен оғаш нәрселер жасап жатырды. Сен менің күнімсің деп, жерді шұқылай өлең айта бастады. Біраздан кейін Сюзи мен ағасы қыз отырып қолымен шұқылаған жерді қарамақ болды. Looks like it comes up. Қолдың астынан спиритикалық сеансты жасайтын тақта тауып алды. Және бір қызығы сол тақта күннің суреті, яғни Гилберттің бейнесіне қатты ұқсады. Камбоджалық оғаш жерлерді зерттеуші топ судың жағасындағы тастан ауылға беттеді. Көрші ауылдың айтуынша, бұл жерде түсініксіз жайттар көптеп орын алады. Су жағасында батып кеткен көптеген балалар мен ересек адамдардың бейіттерін көруге болады. Өздерінің дәстүрлері бойынша қайтыс болған адамдардың рухтарына арнап майшамды жағып қойды. Көп ұзамай жігіттер бір оқиғаны байқады. Зерттеушілер көлдің жағасындағы отырған ер адамның сұлбасын байқап қорқа бастады. Бірақ ол адамға ұқсағанымен денесінің түсі сұрғылт тартқан. Түрі адамға емес рептилияға ұқсас еді. Зерттеушілер жақындауға бел буып, бара жатырған сәтте әлгі жаратылыс иесі жайымен суға сүңгіп кете барды. Жігіттердің ойынша бұл өз-өзіне қол салған ер адамның елесі деп топшылады. Қалай ойлайсыздар, бұл кім болғаны? Жапониялық тұрғын өзінің үйіндегі түсініксіз жағдайлардың көп орын алатынын байқады. Бірнеше жылдар бойы оқиғалар қайталанып жүргесін мән бермейін десе де, соңғы уақытта оқиғалар жиілей түсті. Үйдің алдыңғы иесі аты жаман аурудан қиналып қайтыс болған зерттеп біледі. Сондықтан жігіт үйіне камера орнатуды шешті. Алғашқы оқиға ваннада орын алды. Қазіргі көргендеріңіз келесі жағдайдың жанында ойнамай қалады. Үйдің иесі даладан әлде біреудің ұлып жатырған дауыстарын естиді. Жылап, ыңырсыған дауыс одан сайын күшейе түсті.
Қайнаған суды дауыс шыққан жаққа шашып жіберді. Үй иесінің ойына бұл үйдің алдыңғы ауырып, қиналып, қайтыс болған иесінің елесі екен деп топшылады. Келесі видеода кейіпкеріміз түнделетіп үйіне оралып келе жатырады. Ауылдың шоқалақ жолына келе жатырған сәтте қаны басына шабатындай бір оқиға орын алды. Excuse me, you need help? What the? Жүргізуші адам жоқ жапан далада жалғыз өзі кетіп бара жатырған қызды көрді. Қыздың қан денесін көріп жүргізуші көмектесейін деп тоқтай бергенде қыз қатты шыңғырды. Егер дұрыстап қарайтын болсақ, қыздың көзі жоқ. Тек орны қарайып тұрғанын байқасақ болады. Қорыққан жүргізуші қаша жөнеліп полиция қызметкерлерін шақырды, бірақ ол жерден ешкімді таппады. Достар, бүгінгі видеомызда соңына жетті. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарияға видео туралы өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге сіздердің ойларыңыз өте маңызды. Сонымен қатар арнаға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда ғана келесі видеоларымызды жібермей уақытында көретін боласыздар. Алда бұйыртса әлі талай қызықты видеолар күтіп тұр. Әрі қорқынышты. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше.